Ассалаумағалейкум ағайын, мен мынау 130 мың штрафты ақыр төледім ғой. Екінші рет соттан жеңілдік. Енді үшінші рет апелляцияға беріп, адвокат жалдап, үйтіп өзімнің энергиямды құртуға, мынау оразаның кезінде шыны керек, қойш дедім. Қолымды бір сілтедім. Енді бауырлар, филолог мамандардың бүкіл қағаздарын бәрін берсек те, жаңағы штрафты салып жіберді. Солай жөн көрген шығар енді. Енді бауырлар, менің бұл жерде айтқым келгені, жемқорлықтың иісі шығып тұрған сияқты деген сөзге біреудің намысы оянып кетіп, намыстанып кеткен шығар. Бірақ осы білеміз, Шымкенттің өзінде қаншама адамдар ақшамен ұсталынып жатыр, жаңалықтан шығып жатыр. Бүкіл Қазақстанда қаншама адамдар ақша үйінің астынан, диваннан долларлар не деген жемқорлықпен ұсталып жатқан көріп жатыр. Оның несін намыстанамыз біз ақиқатында? Енді бұл бізге қайдан қалған идеология? Неге біздің осындай жаңа қолына билік түсе қалған бір кішігірім мектеп директорынан бастап анау бір отырған шенді шекпенділерге дейін ақшаға сонша құмар болды? Себебі бір замандар болған. Біздің елде қазақтар жақсы бір должностьта отыра алмаған замандар болған. Оны барлықтарыңыз білесіздер қай кез екен. Сол кезде сол өзге ұлт өкілдері аямай ақшаны жеген әкең ау. Соны көрген, жаңағы соны сіңірген қазіргі тексіздер ақша жеп атқан. Текті болса ақша жемеседі. Солардан сіңірген нәрсесін жасап жатыр. Неге? Бұнау өзіңнің елің ғой десең, аналарда жеді ғой дейді. Олар жесе, олар бұл елге жаны ашымаған адамдар еді ақиқатында. Сол үшін бауырлар, елімізді көтерейік, жерімізді көтерейік. Еліміз мықты деңгейде дамысын. Сингапур құсап, мына көрші тұрған Қытай құсап, Қытайдың мықты кәсіпкер азаматтары келіп, елден завод салып жатыр, тіршілік жасап жатыр. Кеше бір ағамызбен сұхбаттасып отырмын, Алматыда айтады. Базарымызды беріп қойдық дейді. Қытайлар келіп базарымызда сауда саттық жасап жатыр. Кезінде 90-80 жылдары бүкіл жаңағы СССР тарап құлдыраған кезде біз базарда сауда саттық жасап, бала шағамызды өсіріп аман алып қалдық. Қазір базарымызда Қытайлар отыр. Мен Қытайларға қарсы емеспін. Жасасын, завод салсын мықты деңгейде. Бірақ базарымызды берсек, қиын қыстау заман келсе, біз базарға шыға алмай қалатындай жағдай болып тұр ғой. Мынау оңтүстік халқы әлі той тойлап жүр дейді да. Бірдеңе істемейміз ба деп бауырларымызға айтсаң, той тойлағаннан басқа ештеңе істемейді, уақыт жоқ грамм. Бірақ 2 миллион, 7 миллион, 8 миллион той жасауға ақшасы бар, бірақ 2 миллион менен кішігірім сауда саттық жасауға ақшасы жоқ екен да. Бауырлар, есімізді жинайық. Өте кеш болып қалады. Біз Қытай құсап мықты деңгейде даму үшін қарапайым халық, өкімет бір болып мықты деңгейде жұмыс жасау керекпіз. Шешең сыйлайын, жемқорлықтың иісі шығып тұрған сияқты деген сөзге намыстанып әкеңнің ау кеп штраф салып, бір андай дұрыс емес нәрсені көрсетудің ешқандай да қажеті жоқ. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.